Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб, қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданы маңайындағы ортағасырлық қаласында дүниеге келді. Ғұлама ойшылдың толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Узлах әл-Фараби. Ол әулетті отбасында дүниеге келді. Оның әкесі әскери қолбасшысы болған. Орта ғасырда Фараб қаласы ғылым мен мәдениеттің ордасы еді. Мұнда Александриядан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана орналасты. Әл-Фараби өзінің білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ғалым 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырған. Ғұлама ұлы ойшыл философия, логика, этика, музыка, астрономия сияқты ғылымдарды зерттеді. Әл-Фарабидің танымал әйгілі шығармаларының бірі қайырымды қала тұрғындары жайлы трактат. Сонымен қатар Әл-Фарабидің музыка туралы үлкен трактат атты шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Философия саласы бойынша Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, риторика, бірінші және екінші аналитика, поэтика, тағы да басқа еңбектерін түсіндірген. Ғалым қалай Әбу Насыр әл-Фараби атанған? Ғалымның туған жері Қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба Фараб атап кеткен. Сондықтан да әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Тарихи деректерде Отырар қаласы 9 ғасырда тарихи қатынастар мен сауда орталықтарының торабындағы аса ірі мәдени орталығы болған.